Өнеркәсіпті дамыту қорының қолдауымен Ақтөбе қаласының индустриялық аймағында керамикалық гранит пен керамикалық тақтай шығаратын Зерде керамика зауытының өндірістік қуатын арттыру жобасы іске асырылды. Зерде керамика еліміздің керамика индустриясын дамытудағы маңызды буын болып табылады. Өйткені ол керамикалық гранит пен керамикалық тақтай өндірісіне маманданған Қазақстандағы алғашқы және жалғыз кәсіпорын болып табылады. Зауыт 2021 жылы іске қосылды. Оның аумағы 15 гектарды құрайды. Керамикалық гранит плита түрінде шығарылатын заманауи жасанды материал. Оның өндірісі 4 кезеңнен тұратын жоғары техникалық процесс: илеу, баспалау, күйдіру және беткі өңдеу. Отқа төзімді саздар, таза кварц құмы, дала шпаттар мен табиғи пигменттер сияқты жоғары сапалы шикізаттарды зауыт өндіріс үшін пайдаланады. Зерде керамика зауытында ең аз ылғалдылықты қамтамасыз ете отырып, қажетті көрсеткіштермен шикізатты уақытылы және тәулік бойы өндіруге мүмкіндік беретін арнайы технологиялық желілер мен қойма алаңдары бар. Зауыттың өндірістік қуаты жылына 5 миллион шаршы метр өнімді құрайды, ал оның бірегейлігі өндіріс процесін толық автоматтандыруда жатыр. Жоба шеңберінде өнеркәсіпті дамыту қоры инвестициялары Сацми фирмасының итальяндық өндірісінің инновациялық және жоғары технологиялық жабдықтарын сатып алуға бағытталды. Зерде керамика зауытының өнімдері еуропалық сапа стандарттарына сәйкес келеді және Ресейге, Тәжікстанға, Қырғызстанға және Өзбекстанға экспортталады. Кәсіпорында өндірілетін керамикалық гранит пен керамикалық тақтайлар Қазақстанның батыс өңірлерінің сұранысын толық қамтамасыз етеді. Өндіріс процесінде жергілікті шикізатты пайдалану үлесі 70%-ға жетеді. Өнеркәсіпті дамыту елдің өңдеу өнеркәсібін дамытуға елеулі үлес қосып, өнімдері ішкі нарықтың қажеттіліктерін қанағаттандырып қана қоймай, сонымен қатар елдің экспорттық әлеуетін арттыруға ықпал ететін отандық кәсіпорындарға қолдау көрсетеді. Зерде керамика зауытының өндірістік қуатын ұлғайту жөніндегі жобаны іске асыру 180-нен астам жаңа жұмыс орнын құруға мүмкіндік берді және де ел бюджетіне салық түсімдерін қамтамасыз етті.